Даркнеттен бір зат сатып алсаң, ол сені сатып алса ше. Бұл видео Даркнеттен зат алған қазақ баласының жоғалып кетуіне байланысты. Бұл сайтқа кірме, Диас кірді, қайтып шықпады. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Диас, 17 жастағы қазақ баласы, тыныш, көп сөйлемейтін, көбіне түнде компьютер алдында отыратын, күндіз мектеп, кешке интернет, оның өмірі осылай өтетін. Бір күні сыныптасы әзілдеп айтты, Даркнет деген бар, ол жақта бәрі сатылады. Диас алғашында сенбеді, бірақ сол сөз оның миында қалып қойды. Сол түні ол Tor браузерін орнатып, қорқынышты сайттарға кіре бастады. Экранда түсініксіз кодтар, ескерту жазбалар, бейтаныс форумдар. Бір форумда мындай жазу көзге түсті: сенің тағдырыңды өзгертетін зат. Диас сілтемені ашты. Онда заттардың тізімі тұр. Ескі сағаттар, айна, кітаптар, белгісіз артефакт. Бір зат ерекше назарын аударды. Көлеңке қорап, сипаттамасында бір ғана сөйлем жазылған: бұл зат сені бақылайды. Егер төтеппесең, ол сені қорғайды. Бағасы арзан еді. Диас ойланып та жатпады. Криптовалюта арқылы төлем жасап жіберді. Экранда соңғы хабарлама шықты: зат саған өзі барады. 2 күн өтті. 3-ші күні түнде есік қағылды. Сағат 03:17. Диас есікті ашқанда ешкім жоқ. Тек табалдырықта қара түсті, ешқандай жазуы жоқ қорап тұр. Қорап суық еді. Қолын тигізгенде бір сәтке саусақтары ұйып қалды. Ата-анасы ұйықтап жатқан. Диас қорапты бөлмесіне алып кірді. Ашқан сәтте ішінен кішкентай қара ағаштан жасалған сандық шықты. Сандықтың ішінде бос сияқты. Бірақ жарықты өшіргенде сандықтың ішінде әлдене қозғалғандай болды. Сол түні Диас ұйықтай алмады. Компьютер өздігінен қосылып, экранда бір ғана сөз шықты: мен осындамын. Диас орнынан тұрып сандыққа қарады. Ол ашық тұр. Ішінен қою қара көлеңке жайлап бөлмені толтыра бастады. Келесі күндері оғаш нәрселер көбейді. Айнада Диастың бейнесі кешігіп көрінетін болды. Телефонда белгісіз фотолар пайда болды. Ол ұйықтап жатқан суреттер. Түнде біреу сыбырлайтын болды. Сыбыр бір сөзді ғана қайталайтын: сен сатып алдың. Диас форумға қайта кірді, бірақ сол сатушының аккаунты жоқ болып кеткен. Оның орнына бір қолданушы жазды: егер сен көлеңке қорапты алсаң, кеш, ол тек зат емес, ол бақылаушы. Диастың жүрегі суып кетті. Тағы бір хабарлама: ол сенің қорқынышыңмен қорықтенеді. Қорықпа, тірі қаласың. Қорық, ол сенің орныңды алады. Диас өзгеріп бара жатты. Көзінің астына қара дақтар пайда болды. Достары, сен біртүрлісің дей бастады. Түнде ол өз бөлмесінде емес, белгісіз қара бөлмеде ояна бастады. Ал алдында өзі, бірақ көзі қап-қара жансыз. мен сенмін, ал сен уақытша ғана, деді көлеңке. Сол сәтте Диас түсінді. Зат оны қорғау үшін емес, орнын басу үшін келген. Диас сандықты жоюға тырысты. Отқа тастады, жанбады. Суыққа қойды, қатып қалмады. Терезеден лақтырды. Қайтадан бөлмесінде пайда болды. Соңғы амал қайта сату. Ол Даркнетке кіріп хабарландыру жазды. Сол сәтте экранда жауап шықты. Сату мүмкін емес, сен өзің сатылдың. Түн ортасында ата-анасы Диастың бөлмесінен айқай естіді. Есікті ашқанда бөлме бос. Тек
еденде қара сандық тұрды, ал компьютер экранында жаңа хабарландыру пайда болды. Көлеңке қорап жаңа иесі Диас. Бір айдан кейін интернетте бір видео тарады. Қазақ баласы камераға қарап отырып айтты: "Даркнеттен ештеме алмаңдар, бәрі зат емес, кейбірі тірі." Видеоның соңында оның көзі бір сәтке тап-қара болып кетті. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.